Азық-түлік тауарлары бағасының тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында ауыл шаруашылығы, сауда және өнеркәсіп министрліктері ішкі нарықты отандық өнімдермен қамтамасыз ету деңгейін арттыруға тиіс. Тұрақтандыру қорларын, форвардтық шарттарды, өнім бағасын арзандатуға берілетін субсидияларды, сауда субъектілерімен баға тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі келісімдерді белсенді пайдалану қажет. Азық-түлік өнімдерінің әсіресе бүгінде импортқа тәуелділігі жоғары өнімдер өндірісін ұлғайтуға басымдық берілуі керек. Аталған шаралар азық-түлік бағасын тұрақтандырып, инфляция деңгейін төмендетуге тиіс. Сауда министрлігі өңір әкімдерімен бірлесіп, делдалдық схемаларды анықтау жұмысын күшейту қажет. Орталық және жергілікті атқарушы органдарға инфляцияны бақылау және төмендету жөніндегі шаралар кешенінің уақытылы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырамын. Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің республикалық форумында атап өткендей, терең өңделген өнім шығаруға басымдық беру қажет.